Мен түс көрдім ғой жігіттер. Түсімде сәби болып кетіппін. Мамам Динара Сатжан екен. Қош. Емізіп батыр ғой мені. Sütü тәтті. Sütü не ыстық емес, не суық емес, комнатный температура. Кайф. Қалай көресіңдер осындай түстерді? Енді жатарда ойланып, ниеттеніп жатасың ғой. Ренжік балады ғой қойсай болды. Ертесіне тағы түс көрдім ғой мен. Түсімде Динара Сатжанның жігітінен өліп таяқ жеп отыр екен. Енді ұйықтамаймын. Одан кейін міне Әлшер ағамыз келіп отыр. Бұл кісі бай, еще бойы 2 метр екен. Сәбіз атама не істейді бұл кісі? Бизнесмен да, мықты кісі. Одан кейін Жанболат ағамыз келіп. Бұл кісінің 4 баласы бар екен ғой, білесіңдер ма? Жатпайды екен бұл кісі? 4 баласы бар, жататын болып тұр ғой қайда. Көп жататын болып тұр ғой. Бұл кісі Ғалым Махамбет тосып кеткен ғой бала. Қой, Ғалым Махамбетте 6 бала ғой? Витаманмен 6 бала ғой ода. Бокстыкан өзі дара шауып берді. Жігіттер, қоғамда проблемаларды айтайық. Мысалға, қоғамдық орында кальян шеуге болмайды деген заң шықты. Қоғамдық орында түкіруге болмайды, қоғамдық орында боқтауға болмайды ол. Жігіттер бейт кете беретін болса, ертең қоғамдық орында болмайды дей салады ғой. Не болмайтын табуың керек та сен? Таппасаң штраф 16.800 Одан кейін жігіттер уақыт берде ауысып кетті ғой. Күн ерте бататын болған, халыққа күн көру қиын қазір. Осы финалда айту керек еді. Негізі бар ғой, сол проблема болып кетті. Сол уақыттың ауысқанына жеңіл жүрісті қыздар ғана қуанып жүр екен ғой. Неге? Жұмысымыз ерте бастады. Жігіттер, одан кейін президентіміз айтты жақында. Болашақ жастардың қолында деді. Қазір жастардың қолында не? Айкс, одноразка, сондай болып кеткен. Болашағын гороскоппен өлшейтін жастарға елдің болашағын тапсырмай-ақ қойдым мен, өз басым. Қатты айтатын болыпсың, Біз скорпиондар қатты айтамыз ғой пас. Отып тастау керек, дестейміз. Оту үшін финалда шуткілерді ойнамау керек.